Сәлем достар, бүгін өзімді өзгерту атты тақырыпты қысқаша және толық түрде ашып түсіндіремін. Адам өзін өзгерту үшін көп жұмыс жасау керек. Әрине біз біреуге ақыл айтқанды жақсы көреміз, бірақ ақылды тыңдай білгенде жөн. Енді мен сіздерге пәлен кітап оқыдым, мына жерге барып мынандай курс алдым, шетелге шығып білімінің несін алып оқыдым демей ақ қояйын. Мен өмірлік тәжірибемен бөлісемін. Мысалы, университетке барасыздар, оқисыздар ғой, оқыған екенсіздер. Сол оқыған біліміңізді көрсету үшін бірден жаңағыдай жұмыс жасап кетпейсіздер. Бірінші біз жайлап үйренеміз, сол сияқты адам да өмірді үйренеді. Сол кемшілігіңізді көресіз, өзіңізді қабылдай біліңіз, өзіңізді түсіне біліңіз, біздің ниетімізді тазалаймыз. Ниетімізді қалай тазалаймыз? Жаман ойлардан тазалаймыз. Иман күшейтеміз, иманымызды қалай күшейтеміз? Аллаға құлшылық қыламыз, намазға ниет тұрамыз, дұға оқимыз, таңда сағат ерте оянып, дұға жасап, тілек тілеп, соның барлығын жасаймыз. Бәрін кешіру, өткінші уақытша деп қарау, бәрін кешіріп тастау болды. Ешкімге ренжіп, өкпелеп керек емес. Ештеңені көңілге жүрекке алудың қажеті жоқ. Ол адам солай айту керек болса, бәлкім өзіңіздің кінәңіз болуы мүмкін. Егер сіз сондай сөз естідіңіз, өзіңізді іздеп көріңіз, кінәні сөйтіп, кінәңіз болса, соны түзеңіз, кінәсіз болсаңыз кешіріңіз. Ол адамды, өйткені ол адам сондай деңгейде де өзінің жаңағы ой өрісі деген сияқты. Эмоцияны көрсету деген бар ғой ше, ол мысалы біреу жақсы болса, жақсы көрдім, жаным алтыным, сағындым деген сияқты, жолдасыңызға, анаңызға, әкеңізге, бауырларыңызға жылау керек болса, жаңағы бүйрегіңіз ауырған кезде жылағыңыз келсе жылап алыңыз, күлу керек болса күліңіз, эмоцияны көрсете білу керек. Жүрекпен ол Алланы ойлау дүниеге қонақ кетпеу дейді. Жүрегімізбен тек Алланы ғана ойлау керекпіз. Алла ұлы, Алланың жаңағы 18 мың ғаламды яратқанын бәріміз білеміз. Оған ешқандай серік қосып күмән келтірмеу керекпіз. Кәдімгідей Алланың құдіретіне шексіз сеніп, әр күніңізде шүкір айтып, Алланың жаңағы ұлылығын ұлықтап дұға жасап жүріңіздер, дәретпен жүріңіздер, барлығы жақсы, жақсылық жасауға асығыңыздар, жан-жағыңызға жақсылық жасаңыздар, сөзбен болса да, құдай қаласа бәрі жақсы болады деп тәрбие өзіңді жаңағы өмір бақи тәрбиелеу керекпіз. Өмір бақи өлгенше әдемі жар болу үшін, әдемі ана болу үшін, әдемі қартаю үшін адам өзін тәрбиелеу керекпіз. Қоғамда қалай жүру керекпіз? Қоғамда, Қазақстанның қоғамында әдемі мәдениетті болу үшін өзімізді өзгертуіміз керек. Сол үшін білім алып, оқып, ізденіп, мені тыңдаңыздар. Рахмет.